Сәлеметсіздер, мен Сұлтан. Бүгін біздер мен қазақша мен вейп тартамын деген бір анимация түсіретін боламын. Достар, маған лайк басып тіркеліп кеттіңіздер. Ал мен ендеше видеома кеттім. История будет қазақша анимациялар. Менің мектепке автобустармен баратынмын. Мен мектепте достарыммен сөйлесіп еді. Маған бір жігіт айтты, сен вейп тартасың ба деді. Мен иә дедім. Мен әкем темекі тартады. Мен соны салып сумкама салып кетіп қалды. Мен мектепке барған кезде маған айтты, темекі алың деп. Біз сөйлесіп жүріп едік, сол вейп туралы талқыладық. Біз темекі тартуға қыздардың ішіне кіріп кеттік. Сол балалар күтіп тұрды. Біз ойнап тұрдық. Сол кезде бір қыз маған, не үшін тартып тұрдың? Енді мен ақырын оның бетіне сүйіп жүрдім. Ол қыз біздің апайға бәрін жайып берді. Сіздің алдында сіз директор айтты, мұғалім айтты, сіздің қыздарыңыздың біреуі вейп тартады деді. Сол кезде менің сумкамды әкелдім. Мынау менің сумкам дедім де, ол басқасын көрсетті. Оның ішінде вейп бар. Мен содан кейін барған едім. Оның ішінен ол жерде вейп жоқ деді. Мен қалтамна бәріне қарадым, менде жоқ болды. Оның ішінде кітап, алма және тағы заттар болды. Тек басқа нәрсе болды. Вейп менің күлгін сумканы мен қызға бере салдым. Жасыл сумка менікі, күлгін сумка ол менің кимес, ол анандағы менің сумкам деп өтірікті айтып берді. Сол кезде апайым жынданды да маған, сен вейп не үшін тартасың деді. Мен сол кезде мен вейп не үшін тартасың деді. Ол кетіп қалған. Оның бәріне вейппен ұсталған деген нәрсені жіберді. Мен өзім жылады. Ағам маған не үшін менің вейпімді аласың деді. Мен телефонымды салдым. Мені қамап қойды. Мен өзім отырдым. Мен телефон салып отырдым. Телефонымды алғым келді. Оның ішінен вейпті көп қатты ұнайды. Мен енді вейп тартпаймын. Сіздермен болған мен Сұлтан, бәріңізге пока.